Әнбия сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Адамдардың есеп беретін күні таяды. Алайда олар сонда да ақиқаттан сырт айналған күйі ғапылдықта жүр. Оларға қай кезде болмасын, Раббыларынан жаңа тағылым, нұсқау яки ескерту келсе, оны мазаққа айналдырып, күле тыңдайды. Олардың жүректері де ойын күлкіге құмар. Сонымен қатар, Аллаға серік қосып, ең үлкен зұлымдыққа барған залымдар, бұл да өздерің сияқты адам баласы емес пе? Олай болса, қалай ғана көріп тұрып, сиқырға ересіңдер деп құпия түрде өзара күбірлеседі. Ардақты Расулымыз, Раббым көк пен жерде айтылған сөздің бәрін біліп тұрады. Ол самиғ, бәрін естуші, һәм алим, бәрін білуші деп айтты. Мүшіріктер Құранға қатысты нақты не айтарын білмей бастары қатып, жоқ, бұл сиқыр емес, бұл не де болса шым-шытырық түстердің шырғалаңы, жоқ, олай емес, ол оны өз ойынан шығарды, жоқ, бәлкім ол шайыр шығар, егер ол шынымен пайғамбар болса, бұрын соңды жіберілген пайғамбарлар сияқты, ол да бізге бір мұғжиза көрсетсін десті. Алайда олардан бұрын біздің қолымыздан зауал тапқан бірде-бір ауыл, өзіне келген пайғамбар қанша жерден мұғжиза көрсетсе де иман етпеген еді. Енді бұлар иман келтіреді ғой деймісің? Уа Мұхаммед, ол мүшріктердің сенің пайғамбарлығыңды қарапайым пенде болғаның үшін қабылдамауы қисынсыз әрі негізсіз. Сенен бұрын жіберген елшілеріміз де тек өзің сияқты біз уахи беріп отырған ер кісілер болатын. Эй, кәпірлер, һәм басқа да адамдар, егер бұл ақиқатты өздерің білмесеңдер, уахиге сүйенген иләхи ілімнен сусындаған шынайы ілім иелерінен сұраңдар. Біз ол пайғамбарлардың тәнін ас-ауқатты қажет етпейтін тән қылмадық, сондай-ақ олар мәңгілікті емес. Содан кейін оларға, пайғамбарларға берген уәдемізді орындадық. Сөйтіп оларды, һәм олармен бірге болған, әрі өзіміз аман қалуын қалаған мүмін құлдарымызды жойқын азаптан құтқардық та, күпірлік қылуда, һәм күнә істеуде шектен шыққандардың көзін жойдық. Уа Құрайш қауымы, һәм күллі адамзат, міне, сендерге екі дүниеде де шынайы бақытқа жеткізетін, барлық қажетті қағидаларды қамтыған, һәм атақ-абыройларың да соның ішінде болған кітап түсірдік. Сонда да ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Біз халқы Аллаға күпірлік қылып, залым болған қаншама ауылдың тас-талқанын шығарып, олардан кейін басқа қауымдарды жараттық. Олар жойқын азабымыздың бастарына төніп келе жатқанын сезер-сезбестен ат көліктеріне міне салып мекендерін тастап тұра қашты. Сонда періштелер, жоқ, қашпаңдар, өздеріңді рақатқа батырып, тайраңдатып қойған сән-салтанатқа қайтыңдар, үй-жайларыңа қайтыңдар, бәлкім біреу-міреу сендерден ақыл кеңес немесе бір нәрсе сұрай келер деп оларды мазақ қылады. Сол кезде олар, ойбай-ау, біз өз-өзімізге қиянат жасаппыз, шүбәсіз залым екенбіз деп ақырады. Олардың бұл ойбайы өздерін орылған егіндей жуастып, шоғы сөнген күлге айналдырғанымызда бірақ басылады. Біз көк пен жерді және екеуінің арасындағыларды ермек, ойын күлкі үшін жаратпадық. Егер ермек, ойын күлкі іздесек, сендерді де, басқаны да жаратпай-ақ, оны өз дәргейімізден ақ тауып алар едік. Егер шынымен істейтін болсақ, солай істер едік. Керісінше біз тек ақиқатқа жақ болып, сол ақиқатпен жалғанның тас төбесінен ұрамыз. Сөйтіп, ақиқат оның миын аузына түсіреді де, жалған бірден зауал табады. Сендердің Алла, жаратылыс, өмір, адам және жалпы болмыш жайлы ақиқаттан ауытқып кеткен түкке тұрғысыз ойларың және Алланы сипаттап айтқан сөздерің үшін жағдайларың қандай өкінішті.
Көктер мен жердің барлығы Аллаға тән. Сондай-ақ оның құзырындағылар, періштелер оған құлшылық қылуды ар көріп, тәкаппарланбайды және құлшылық етуден еш жалықпайды. Олар күндіз түні еш жалықпастан Алланы кемшілік атаулыдан, жын мен адамның өзіңе теліген лайықсыз сипаттарынан пәксің, адасың деп үздіксіз ұлықтаумен болады. Әлде мүшіріктер көктен үмітін үзіп, жер бетінен өлілерді қайта тірілтетін бір қатар құдай тауып алды ма? Егер де жер мен көкте Алладан басқа да құдайлар болғанда, шүбәсіз ондағы тепетеңдік пен жүйе бұзылып, астан кестеңі шығар еді. Әйтсе де күллі жаратылыс атаулыны уысында ұстап басқарып тұрған арштың Раббысы Алла мүшіріктердің өзіне теліп жүрген сипаттарынан мүлдем ада. Ол істеген істер үшін жауапқа тартылмайды. Ал мүшіріктер Тәңір тұтқан саналы жаратылыстардың барлығы істеген әрбір іс үшін жауап береді. Олай болса, олар қалай құдай болмақ? Демек олар одан өзгелерді Тәңір тұтты, солай ма? Уа Мұхаммед, ендеше оларға, олай болса, нақты дәлелдерін ғане, міне мынау менің жақтастарымның басшылыққа алған кітабы, ал мыналар менен бұрынғылардың басшылыққа алған кітаптары. Бұлардың барлығында Алла жалғыз, одан басқа құдай жоқ делінген деп айт. Алайда олардың басым көпшілігі ақиқат пен жалғанның ара-жігін ажырата білмейтіндіктен ақиқаттан сырт айналуда. Біз сенен бұрын, менен басқа құдай жоқ, ендеше маған ғана құлшылық етіңдер деп уақи етпестен бірде-бір елші пайғамбар жіберген емеспіз. Соған қарамастан, баз біреулер Рахман, періштелерді немесе пәленшені өзіне бала қылып алды деп айтты. Жоқ. Ол ондайдан ада, олардың Рахманның баласы деп жүргені Алланың қадір тұтқан құлдары ғана. Олар тек оның айтқандарын ғана қайталайды. Одан бұрын сөз бастамайды және бұйрығын ғана орындайды. Алла олардың не істеп не қойғанын, не істеп жүргенін және келешекте не істейтінін жақсы біледі. Олар Алла разылығы болған жандарға ғана шапағат етіп, солардың ғана тілеуін тілейді. Олардың Раббыларына деген тағзымы мен сый құрметі соншалық, одан үнемі именіп, қорқып тұрады. Егер олардың арасынан біреу шығып, мен де Алладан бөлек өз алдыма бір құдаймын десе, оған берер жазамыз жаһаннам болмақ. Біз шамасына қарамай шектен шыққан залымдарды міне осылай жазалаймыз. Кезінде көктер мен жер тұтасқан бір бүтін еді. Біз ол екеуін бір-бірінен ажыраттық. Көпірлік қылғандар соны көрмей ме? Сондай-ақ тіршілік иелерінің барлығын судан жараттық. Олар сонда әлі де иман келтірмей ме? Жер айналғанда адамдарды шайқамасын деп, онда берік қазықтар, тауларды орнаттық. Діттеген жерлеріне адаспай жетсін деп олар үшін кең жолдар мен өткелдер жараттық. Аспанды шайтандардан һәм құлаудан қорғалған, сақтандырылған берік күмбез қылдық. Алайда кәпірлер ондағы менің бар екенімді, құдіреті күшті жалғыз билеуші екенімді көрсететін мұншама дәлелдерді көргілер келмейді. Әлі де сырт айналады. Түн мен күндізді, күн мен айды жаратқан бір өзі. Күн мен ай секілді аспан денелерінің әр қайсысы өз бағытымен жүзіп жүр. Уа Мұхаммед, біз сенен бұрын бірде-бір адам баласына мәңгілік өмір берген емеспіз. Сонда сен өлесің. Сенің өліміңді тілеп жүрген кәпірлер мәңгі бақи тірі қала ма? Жан біткеннің бәрі өлімнің дәмін әйтеуір бір татады. Біз сендерді бұл дүниеде жамандықпен де, жақсылықпен де сынаймыз. Соңында барлығыңда құзырымызға келтірілесіңдер. Уа Мұхаммед, әлгі көпірлікте қасарысқан, қасарыспа кәпірлер сені көргенде,
өздерінше мазақ қылады, әрі жалған құдайлар жайлы жағымсыз сөз айтылғанын қаламайтындықтарын көрсетіп, құдайларыңа тіл тигізіп жүрген осы ма дейді. Алайда, өздерін рахымына бөлеп, ризық несібелерін берген Рахманның еске алынуын қаламайды, әрі оның кітабын мойындамайды. Негізінен адам баласы сабырсыз болып жаралған. Сондықтан да кәпірлер, бізді қорқытқан азабың қане деп, пайғамбарды мазақ қылады. Олай болса, асықпай-ақ қойыңдар. Сендерге азабымды жақында көрсетемін. Алайда олар сонда да, бұл азаптың уәделі уақыты қашан, егер айтқандарың рас, өздерің шыншыл болсаңдар, көрсететін азаптарың қан едеуден жалықпайды. Күпірлікте қасарысқан сол кәпірлер, қанша жерден жанталасса да, жүздерімен арқаларын шалған тозақ отын қайтара алмайды. Сондай-ақ өздеріне ешқандай жәрдем берілмейтін сол бір сәтті білсе ғой шіркін. Азабымыздың күтпеген жерден келіп, оларды састыратыны соншалық тұрған жерлерінде сілейеді де қалады. Сөйтіп олар оның бетін қайтара да алмайды, әрі өздеріне одан қашып құтылу үшін мұрсат та берілмейді. Уа Мұхаммед, шүбәсіз сенен бұрында қаншама пайғамбар тәлкекке ұшырады. Алайда ол кәпірлер мазаққа айналдырған азап, олардың өздеріне жан-жақтан құрсау салып, көздерін жойып жіберді. Оларға, егер сендерге түнде немесе күндіз азап жіберемін десе, сендерді ол Рахманнан кім қорғап қала алады деп айт. Олар осынау ақиқатты түсініп, хақ дінге бет бұрудың орнына Раббыларының кітабынан сырт айналуда. Жоқ, әлде олардың бізден басқа өздерін қорғап қолдайтын құдайлары бар ма? Анығында олардың тәңір тұтқан құдайлары өз қара бастарына да жәрдем бере алмайды. Сондай-ақ олар бізден де ешқандай достық пейіл көрмейді. Анығында, біз ол мүшриктерге де, ата-бабаларына да ризық несібе беріп, өмірдің қызығын көрсеттік. Олар ешқандай бәле-жалаға ұшырамай, ұзақ жылдар бойы бейбіт өмір сүрді. Анығында олар соған алданып отыр. Сонда ол кәпірлер біздің ілімімізді, қалауымызды және құдіретімізді жерге бағыттап, жерді жан-жағынан бірте-бірте қусырып келе жатқанымызды, яғни хақ дін исламның күн санап күшейіп жер бетіне бірте-бірте жайылып күш алып келе жатқанын, һәм өз жерлерінің кеміп бара жатқанын көрмей ме? Ендеше олар қалайша үстем болмақ. Уа Мұхаммед, оларға мен сендерді өзіме келген уахи арқылы ғана, яғни сол уахиге сүйене отырып қана ескертемін. Алайда саңыраулар өздеріне ескерту жасалғанда айтылған сөзді естімейді. Сондықтан олар бұл ескертулерге қалай құлақ ассын? Ал егер оларға Раббыңның азабының азғантай лебі тисе, ойбай құрыдық. Өзімізге де обал жоқ. Біз шынында да залым болған екенбіз деп аһ ұрады. Қиямет күні сол күнге тән дәл тартылатын әділет таразыларын құрамыз да, адамдардың дүниедегі істерін түгелдей тартамыз. Ол күні ешбір жанға титтейді әділетсіздік жасалмайды. Істелген жақсы жаман іс қышаның дәнегіндей мысқалдай болса дағы, оны таразыға тартамыз. Біз жауапқа тартушылар ретінде жеткіліктіміз, яғни біздің жауапқа тартқанымыз әбден жеткілікті болады. Шүбәсіз біз Мұса мен Харунға ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын кітап Фурқанды жібердік. Сөйтіп оны Алланың алдында асы болудан қорыққан тақуа жандар үшін нұр шашқан шуақ һәм насихат қылдық. Өйткені олар көзбен көрмесе де, Раббыларынан шын именіп, шынайы түрде тағзым етеді. Сондай-ақ олар қияметтен де қатты қорқады. Міне осынау Құранда біз түсірген құтты да мүбәрәк кітап. Солай бола тұра сендер оны мойындамайсыңдар ма? Ант етеміз. Біз Мұса мен Харуннан бұрын Ибраһимге де ақиқатты білдіріп, хидаят пен ақыл парасат бердік.
біз оны қай жағынан болмасын жақсы білетін, өте жақсы танитын едік. Бірде ол әкесі мен қауымына, сендердің сонша тағзым етіп, тынбай табынып жүрген мына мүсіндерің не өзі деп сұраған еді. Сонда олар, біз ата-бабаларымыздың да оларға табынғанын көрдік деп жауап берді. Сол кезде Ибрахим оларға, ант етемін, сендер де, ата-бабаларың да анық адасуда екенсіңдер деді. Қауым оған, сен өзі шын айтып тұрсың ба, жоқ әлде қалжыңдап тұрсың ба деді. Ибрахим оларға, қалжыңы несі? Шүбәсіз сендердің раббыларың көктер мен жерді жоқтан жаратқан, һәм мінсіз жүйеге салушы. Мен осынау ақиқатқа куәлік етушілердің бірімін деді де, ішінен, Аллаға ант етемін, бәрін кеткеннен кейін бір айласын тауып, пұттарыңа әлақ көресіні көрсетемін деді. Сөйтіп Ибрахим пұттардың күл талқанын шығарды. Тек өздері қайтып келгеннен кейін болған істің мән жайын содан сұрап білсін деп, қауымының ең үлкен пұтына тимеді. Қауымы қайтып келгенде, қирап жатқан пұттарды көріп, құдайларымызды мұншама талқандауға кімнің дәті бар декен, кім де болса мынауы барып тұрған зұлым екен деп шала бүлінді. Баз біреулері айтпақшы Ибрахим деген бір жас жігіттің оларға тіл тигізіп жүргенін естіген едік деді. Сонда қауымының шонжарлары, олай болса, оны жұрттың алдына әкеліңдер, бәлкім көпшіліктің алдында кінәсін мойындар, сөйтіп ел жұрт оған куә болар десті. Сонда олар, о Ибрахим, құдайларымызға қарсы мына сұмдықты сен істедің бе деп сұрады. Ибрахим оларға, кім біледі, бәлкім мына үлкендері, бұлар мен тұрғанда кішкентай пұттарға неге табынат деп ашуланғаннан солай істеген шығар. Егер сөйлей алатын болса, солардың өздерінен сұрасаңдаршы деді. Сол кезде олар бір сәт өз-өзіне келіп, жүрегімен ар-ожданына үңіліп іштерінен, «Я, меңіреу пұттардан не сұрайсың? Ендеше ең үлкен қателікті, ақымақтықты істеген нағыз залым мына біз десті». Алайда көп замай, қайтадан бұрынғы таз қалпына түсіп, тәкаппар кейіптерін тауып, өздерін бір сәтке болса да ойландырып тастаған Ибрахимге, олардың сөйлей алмайтынын өзің де жақсы білесің ғой деп зекіді. Ибрахим оларға, сонда сендер Алланы бұлай қойып, өздеріңе титтейде пайдасы тимейтін және ешқандай зиян да келтіре алмайтын меңіреу нәрселерге табынасыңдар ма? Масқара, сендерге де, Алладан басқа табынған нәрселеріңе де, сәлде болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма деді. Сол кезде мүшіріктері өзара, егер нақты іске көшіп, мынаған қарсы шара қолданамыз десеңдер, оны отқа тастаңдар, сөйтіп құдайларыңа қолдау көрсетіңдер десіп, Ибрахимді өлім жазасына кесті. Сонда біз отқа, уа от, Ибрахим үшін салқын, һәм қауіпсіз, залалсыз бол деп бұйырдық. Олар осылайша Ибрахимге тұзақ құрғысы келді. Алайда біз олардың өздерін зиянға ұшыраттық. Сөйтіп тұзаққа өздері түсіп қалды. Содан онымен оған иман келтірген Лотты кәпірлердің қолынан құтқарып, күллі адамзат үшін құтты да мүбәрәк қылған жерімізге, Шамға жеткіздік. Сондай-ақ оған қартайған шағында Исхақты және оған қоса немересі Яқупты сыйладық. Барлығын үнемі игі істер істейтін ізгі жандар қылдық. Оларды әміріміз бойынша адамдарға тура жолды нұсқайтын жолбасшы, көсем қылдық. Сөйтіп оларға қайырлы да игі істер істеуді, жақсылық жасауды, намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытлы оқуды, зекет беруді уақи еттік. Олар бізге жан тәнімен құлшылық ететін жандар еді. Лотты да сондай жолбасшы көсем қылдық. Әрі оған әр істе дұрыс шешім қабылдай алатын және ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырата алатын қабілет, даналық және ілім бердік.
Сондай-ақ оны жеркенішті істер істейтін ауыл халқынан құтқардық. Шүбәсіз олар жамандық атаулыға сондай үйір Құдайдан безген қауым еді. Сөйтіп оны рахымымызға бөледік. Шынында да ол әрдайым игі істер істейтін ізгі жандардың бірі һәм бірегейі еді. Нұхты да сондай жолбасшы көсем қылдық. Ол Ибраһим мен Лұттан да бұрын өмір сүрген һәм бізге дұға етіп жалбарынған еді. Біз де өз кезегімізде оның дұғасын қабыл алып, оны әрі отбасы мен қауымынан иман келтіргендерді алапат-апаттан құтқарған едік. Сөйтіп аяттарымызды мойындамаған қауымға қарсы оған қолдау көрсеттік. Олар шынымен де жамандық атаулыға үйір қауым еді. Сол үшін олардың барлығын суға батырдық. Дәуіт пен Сүлеймен де жолбасшы көсемдер еді. Есіңде ме? Кезінде екеуі түн ішінде бір қауымның бір отар қойы жайылып, талқандап кеткен егінге қатысты үкім айтқан еді. Сонда біз ол екеуінің шығарған үкіміне куә болдық. Сөйтіп, аталмыш мәселеге қатысты ең дұрыс үкімді аян беру арқылы Сүлейменге білдірдік. Анығында, біз екеуіне де дұрыс һәм орынды үкім шығара білу қабілетін, даналық және ілім бердік. Дәуітпен бірге Алланы ұлықтасын деп таулар мен құстарды, оның көркем зікірі, әсем дауысы мен жаратылыс атаулына тербелткен дауыс ырғағына тәнті қылып, оған бағынышты етіп қойдық. Сөйтіп олар да Дәуітке қосылып зікір айтып, Алланы ұлықтайтын еді. Міне, осының бәрін біз істедік. Сондай-ақ сендерді өз араларыңдағы сұрапыл соғыстың кесір-кесапатынан, қару соққысынан қорғау үшін оған сауыт соғу өнерін үйреттік. Ендеше, осынау нығметтерге лайықты түрде шүкір етер мекенсіңдер. Ал Сүлейменге күшті желді бағынышты қылдық. Күшті жел оның бұйрығымен біз құт береке артқан жерге, Шам өлкесіне қарай соғатын да, оны сол жерге ұшырып алып барып, қайта алып келетін. Біз барлық нәрсенің мәнісін, қыр-сырын толық білеміз. Сондай-ақ оған теңізге сүңгіп, түбінен інжу маржан теретін және одан басқа да жұмыстарды істейтін кейбір шайтандар мен жындарды бағынышты қылдық. Біз оларды Сүлейменнің әмірін екетпейтіндей етіп, жіті бақылап тұрдық. Сонымен қатар, қауымының көсемі, жолбасшысы болған Әйюбты да есің ал. Кезінде ол, «Уа Раббым, мына дерт маған ауыр тиді, әбден кесірін тигізді, өзіңе құлшылық етуден де қалып барам. Сен рахымдылардың ең рахымдысысың» деп жалбарынған еді. Біз де өз кезегімізде оның дұғасын қабыл алып, тарапымыздан рахым және Аллаға жан-тәнімен құлшылық ететін жандар үшін ғибрат болсын деп, оның дертінен құлан таза айықтырдық. Сондай-ақ оған бұрынғы бала-шағасына қоса тағы да соншама бала-шаға нәсіп етіп, басына бас қостық. Өз қауымын тура жолға бастаған көсемдерден Исмайылды, Идристі және Зулкифілді де есің ал. Олардың барлығы да өте сабырлы жандар еді. Олардың барлығын рахымымызға бөледік. Шынында да, олар әрдайым игі істер істейтін ізгі жандар болатын. Сондай жолбасшы көсемдерден Зуннунды, Юнус пайғамбарды да есің ал. Ол өз кезінде күпірліктен қайтпаған қауымына ашуланып, қауымын тастап кетіп қалған еді. Сөйтіп ол өзінің бұл ісін дұрыс деп санағандықтан бізді өзін қыспаққа алмас деп ойлады. Алайда ол кейін қараңғы түнде, теңіздің түбінде һәм өзін жұтып қойған балықтың ішінде қат-қабат зұлматтардың ішінде жатып, сенен басқа тәңір жоқ. Сен мінсізсің, жаратылысқа тән кемшілік атаулыдан, дәрменсіздіктен, мұқтаждықтан адасың. Мен расында да өз-өзіне қиянат жасаған залымдардың бірі болыппын деп тәубе етіп, жалбарынған еді. Біз оның да дұғасын қабыл алып, еңсесін басқан қайғы мұңнан айықтырып, қиын қыстау жағдайдан құтқардық.
Міне біз шынайы мүміндерді осылай құтқарамыз. Зәкәрияны да есің ал. Есіңде болса ол, уа Раббым, мені мирасқорсыз қу бас етіп, жалғыз қалдыра көрме. Өзіңнен басқаның бәрі пәни, бәрі өліп, өшкеннен кейін мәңгі бақи қалатын бір өзіңсің. Сондықтан да мұрагерлердің ең қайырлысы өзіңсің деп жалбарынған еді. Біз оның да дұғасын қабыл алдық, және оған Яхияны сыйладық. Сол үшін жұбайын оған бала тауып бере алатындай жағдайға келтірдік. Расында олар, Зәкәрия, жұбайы және ұлдары Яхия жақсылық жасауда бір-бірімен асыға жарысатын. Сондай-ақ рахымымыздан үміт еткен, әрі қаһарымыздан қорыққан күйде бізге жалбарынатын, олардың бізге деген сый құрметі мен мойынсынуы шынында да ерекше еді. Сондай-ақ пәктігі мен арын сақтай білген Мәриямды да есің алғын. Біз оған рухымыздан үрледік. Сөйтіп оның өзін де, ұлын да күллі әлемге ғибрат, әрі шексіз құдіретіміздің айқын дәлелі қылдық. Міне, аталмыш пайғамбарлар, олардың соңынан ерген үмбеттері, һәм сендер барлығың сенімі ортақ бір үмбетсіңдер. Ал мен бәріңді жоқтан жаратқан, тіршілік сыйлаған, қолдап қорғайтын және өздеріңді һәм күллі болмысты жалғыз басқарып тұрған Раббыларыңмын. Ендеше маған ғана құлшылық етіңдер. Бір өкініштісі, пайғамбарлардан кейін адамдар дін мәселесінде қырық пышақ болды да, топ-топқа бөлініп араларындағы береке бірліктің шырқын бұзды. Бірақ олардың барлығы ақыр соңында бізге қайтуда, әрі барлық істері үшін алдымызда жауап береді. Ендеше кім-де-кім мүмін бола отырып, Алланың разылығына бөлейтін сауапты, игі істер істесе, оның еңбегі жоққа шығарылмайды. Яғни еш кетіп елеусіз қалмайды. Біз оның бар еңбегін өз есебіне жазып отырамыз. Біз бір қауымға қатысты күпірлік пен күнә жасауда қасарысқан үшін көзін жоямыз деген кесімді үкім шығарсақ, ол қауымның содан кейін иманға келуі мүмкін болмағанындай, біз көзін жойған қауымның бізге қайтпай қалуы да мүмкін емес. Сондай-ақ олардың алдымызға келгеннен кейін тәубелеріне келіп иман келтіріп, игі істер істеу үшін дүниеге кері қайтарылуы да мүмкін емес. Күндердің күнінде Яжүж бен Мәжүждің алдына қойылған тосқауыл ашылады да, олар лаң салып дүниені ойрандау үшін әр төбенің басынан селдей ағыла бастайды. Міне, хақ уағда орнатылатын, яғни қиямет қайым орнайтын уақыт таяды. Сол кезде өмір бойы күпірлікте қасарысқандардың көздері шарасынан шығып, ойбай құрыдық, өзімізге де обал жоқ. Расында біз мұны, қияметті, мүлдем ескермей, ғұмырымызды ғапылдықта өткізген екенбіз. Анығын айтқанда, біз өз-өзінің обалына қалған нағыз залым екенбіз деп ақырады. Мына сендер де, Алладан басқа табынған пұттарың да, жаһаннамның отынысыңдар. Бәріңнің де баратын жерлерің сол. Егер олардың құлдық ұрып табынғандары шын құдай болса, жаһаннамға кірмес еді. Олардың барлығы онда мәңгі бақи мекендейді. Олардың ондағы сыбағасы жан төзгісіз азаптан қатты ентігіп ыңырсу ғана. Әрі олар дүниеде Алланың аяттарына құлақ аспағандар үшін онда пайдаларына жарайтын еш нәрсе естімейді. Ал пешенелеріне жұмақ, Алланың дидарын тамашалау және разылығына бөлену сынды сый-сияпат пен уәденің ең жақсысын жазған құлдарымызға келсек, олар жаһаннамнан барынша аулақтатылады. Олар тіпті жаһаннамның сыбдырын да естімейді. Жұмақта жандары құмартқан, көңілдері қалаған нығметтердің ішінде мәңгі бақи ғұмыр кешеді.
ең үлкен қорқыныштың, яғни сурдың екінші рет үрленуінің өзі оларды уайым қайғыға салмайды. Періштелер оларды қошеметтеп қарсы алып, міне, сендерге уәде етілген күн осы деп сүйіншілейді. Күндердің күнінде жазу жазылған парақтардың шиыршықталып бүктелгеніндей аспанды бүктейміз. Сонда оның һәм ондағы нәрселердің ізі де қалмайды. Жаратылыс атаулыны әу баста қалай жоқтан жаратқан болсақ, оларды ақиреттегі мәңгілік өмір үшін дәл солай қайтадан жаратамыз. Бұл біздің мойнымызға алған уағдамыз. Біз уәдемізді міндетті түрде орындаймыз. Біз Тәураттан кейін Забурде де жер бетіне бір Аллаға иман келтіріп игі істер істейтін ізгі жандар мұрагер болады. Яғни қиямет қайымнан және қияметті орнауына себеп болатын құбылыстардан бұрын жер бетіне солар иелік етеді. Сондай-ақ ақиретте де жұмақтың жеріне солар мұрагер болады деп жаздық. Шүбәсіз, бұл Құранда бізге жан тәнімен құлшылық ететін мүмін қауым үшін жеткілікті насихат бар. Уа Мұхаммед, біз сені күллі әлемге, күллі жаратылысқа теңдесі жоқ рахым ретінде ғана жібердік. Ендеше, маған уахи етілген ең ұлы ақиқат, сендердің құдайларың тек жалғыз Құдай. Олай болса оған толық мойын сұнып, мұсылман болмайсыңдар ма деп айт. Уа Мұхаммед, егер олар сонда да сырт айналып кететін болса, оларға жеткізуім міндеттелген ақиқатты бәріңе тегіс айтып жеткіздім, бәріңді тегіс ескерттім, алайда бастарыңа келет деп, өздеріңді қорқытқан қиямет, яғни сендерге дүниеде берілетін жойқын жаза мен қиямет қайым жақын ба, жоқ әлде алыс па, оны білмеймін. Еш күмәндарың болмасын. Алла хақ дінге қарсы ашық айтылған сөзді де, іштеріңе бүккен сырларыңды, жат пиғылдарыңды да толық білет. Қайдан білейін? Бәлкім сендерге берілген бұл уақыт, мұрсат, сынақ, һәм жалған өмірдің қызығын көре тұрсын деп берілген мұрсат қана болар деп айт. Сөйтіп, Алла елшісі соңында былай деді. Уа Раббым, мына кәпірлермен менің арамда әділ үкіміңді айта көр. Раббымыз, сендердің маған һәм Құранға жапқан орынсыз жалаларыңа қарсы өзінен ғана медет тілейтін Рахман Алла.